Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. 2025 және 2026 жаңа оқу жылының алғашқы айында мектебімізге өткен маңызды оқиғалар мен жарқын сәттерге шолу ұсынамыз. Жаңа оқу жылының алғашқы аптасында мектебіміздің директоры Гүлсара Мұратбекқызы 8-ші А сынып оқушыларымен кездесті. Кездесу барысында менің отаным Қазақстан тақырыбында тағылымды тәрбие сағаты өтті. Мұғалім еліміздің тарихы, тәуелсіздік жолындағы ерлік пен елжандылық туралы әсерлі әңгіме өрбітті. Ол жас ұрпақты елін сүюге, еңбексүйгіштікке және Қазақстанның дамуына өз үлесін қосатын азамат болуға шақырды. Оқушылар өз ой-пікірлерін ортаға салып, өлең жолдармен және шағын эсселермен отанға деген сүйіспеншіліктерін жеткізді. Кездесу оқушылардың рухын көтеріп, елге деген мақтанышын арттырды. Тәңбет Көмекбаев атындағы номер 250-ші мектеп-лицейінде бірлік тілі үш тілділік атты тілдер апталығы өтті. Апталықтың мақсаты мемлекеттік тілді құрметтей отырып, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру арқылы үш тілділік мәдениетін қалыптастыру. Ашылу шарасында оқушылар мен үш тілде өлеңдер оқып, әндер орындап, сахналық көріністер көрсетті. Шара барысында тілді меңгерудің маңызы мен тіл арқылы мәдениеттер достығын нығайтуға арналған шаралар өтті. Апталық мектептің рухани өміріне серпін беріп, оқушылардың тіл үйренуге деген ынтасын күшейтті. Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам республикалық байқауының облыстық кезеңінде мектебіміздің 8-ші сынып оқушысы Оразбаев Ринат үлкен жетістікке жетті. Ол құрылыс саласындағы модельдер номинациясы бойынша 2-ші орынға иеленді. Оқушының жетекшісі Өксікбаев Батырбек ұстазына да зор алғыс білдірді. Бұл жеңіс ізденіс пен еңбектің нәтижесі. Мектебіміздің намысын қорғаған Ринат пен ұстазының еңбегі өзге оқушыларға үлгі болды. Алдағы уақытта шығармашылық табыс пен жаңа белестер тілейміз. 25 қыркүйек күні Қызылорда қаласында өткен 4-ші ұлттық қайырымдылық конференциясына мектебіміздің көркем еңбек пәні мұғалімдер қатысып, өз қолөнер туындыларын көрмеге ұсынды. Конференцияның тақырыбы жүйелі қайырымдылық, тұрақтылық, серіктестік, мұра. Мектептің директоры Гүлсара Мұратбекқызы конференцияда баяндама жасап, білім ұжымындағы қайырымдылық бастамалары туралы сөз қозғады. Бұл іс-шара қоғамдағы ізгілік пен мейірім мәдениетін насихаттап, ұлттық деңгейдегі маңызды мәселелерді талқылауға мүмкіндік берді. 25 қыркүйек күні аудандық Ұшқыр ой алаңы республикалық дебат турнирінің кезеңі өтті. Мектебіміздің 10-ші сынып оқушылары қатысып, успешная фракциясы атынан өнер көрсетті. Жетекшісі Әлментаева Айша аудандық кезеңде команда 1-ші орынға иеленіп, облыстық турнирге жолдама алды. Ал облыстық додада тартысты пікірталас нәтижесінде біздің команда 3-ші орынды жеңіп алып, Бауыржанқызы Ақерке ең білімді ойыншы номинациясымен марапатталды. Мектебімізде сан мен формуладан жасанды интеллектке дейін атты пән апталығы жоғары деңгейде өтті. Апталықтың басты мақсаты оқушылардың логикалық ойлауын дамыту, жаратылыстану және математикалық пәндерге қызығушылығын арттыру және білімді заманауи технологиямен ұштастыру. Іс-шара барысында викториналар, жобалар қорғау және интеллектуалдық ойындар ұйымдастырылды. Оқушылар өз қабілеттерін көрсетіп, ғылымға деген сүйіспеншіліктерін арттырды. Қазан айының алғашқы күндері мектебіміздің жатақханасында ұстаз ұлы тұлға атты ардагер ұстаздармен кездесу өтті. Бұл шараның мақсаты мұғалімдер мен қарттар мерекесіне орай ұлағатты ұстаздарға құрмет көрсету. Кездесу барысында ардагерлер жатақхана оқушыларымен жүздесіп, олардың өнерін тамашалады. Жас ұрпақтың ізгі ниеті мен өнеріне риза болған ардагерлер ақ батасын беріп, жылы лебіздерін білдірді. Ал ардагерлер күніне орай мектебіміз ұйымдастырған шараға мектепке түрлі салада еңбек етіп, еңбек демалысына шыққан барлық ардагер аға-апаларымыз шақырылды.
Мектеп директоры Гүлзира Мұратбекқызы Еркебаева ардагерлерге алғыс айтып, ізгі лебізін білдірді. Кездесу оқушылар үшін тағылымға толы болды. Ал ардагерлердің өмірлік тәжірибесі жас ұрпаққа өнеге болып қалды. Сол күні ұлылықтың басында «Ұстаз тұрар мәңгілік» атты мерекелік концертте ұйымдастырылып, ұстаздарға арналған әндер шырқалып, сыйлықтар табысталды. Бұл күн ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетудің жарқын үлгісі болды. Міне, осылайша қыркүйек айы мектебіміз үшін мазмұнды, табысты және қуанышты оқиғаларға толы болды. Келесі хабарымызда кездескенше аман сау болыңыздар.